Су – жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Сіздермен дертке ем арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізге әрі қарай жұмыс жасауға үлкен шабыт береді. Ұзақ өмір сүруімен әйгілі жапондықтар әр күнін оянған соң аш қарынға бір стакан су ішуден бастайды. Көптеген зерттеулер аш қарынға ішілген су ағзадағы метаболизм процестерін іске қосып, ағзаны нығайтып қана қоймай, көптеген созылмалы ауруларды емдеуге көмектесетінін растады. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Шығыс ілімі бойынша мәңгілік жастықтың құпиясы нақ жылы суда сақталған екен. Тибет дәрігерлерінің пікірінше, аш қарынға ішілген бір кесе жылы су өмір жасын 10 жылға ұзартады. Жылы су түн ішінде жиналған асқазандағы зиянды микробтарды өлтіреді. Ал Қытайда балаларды тамақ алдында жылытылған су ішуге дағдыландырады. Тіпті мейрамханалар мен дәмханаларда тапсырыс әкелместен бұрын мейманға бір кесе жылы су беріледі. Аюрведа іліміне сәйкес, оянғаннан кейін ішілген су бас сақинасынан, қан қысымының жоғарылауынан, қан аздықтан, семіздіктен, буындарының қабынуынан айықтырады. Аш қарынға жылы су ішкенде ең алдымен ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса, жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Көңіл-күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі аурулардың ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтардың түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер ете отырып, инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Ағзаға жылы су түскенде биохимиялық процестер тез жүреді. Жылы су ішуді әдетке айналдырған адамда асқазан аурулары бола қоймайды. Біртіндеп асқазаны мен ішек жұмысы жақсара бастайды. Жылы суды ішудің мәні мынада. Таңертең ағза сұйықтыққа сусап тұрады. Сол кезде салқын не суық су ішсеңіз, асқазанға керісінше стресс болмақ. Ол суды жылыту үшін асқазанға артық жұмыс істеуге тура келеді. Ал ағзаға бірден жылы су енсе, асқазан да ішекте күйзелмей, қалыпты жұмысына кірісіп, суды жылдам сіңіреді. 12 метрлік тоқшекпен су тез өтеді. Зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға арттырады. Тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. Пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз.
келесі кездескенше аман жүріңіз.